Bir жаңалықтың болатынын сездік. Жоғарғы кеңестегі төрағасының кеңесшісі Асқар Егеубаев деген марқұм менің досым болатын. Сол мәжіліске қатысып отырды. Іле жүгіріп шығып келген бепбегілі жариялан салысымен 3 минуттан кейін маған звондады. Ей, Тұрсын, шүйінші, тәуелсіздік жарияланды. Күтсең де, бұл бір қалғаның сен. Менің өмірімдегі ең ұлы, аңсарлы және жүрегімнің түбіне дейін шымырлатқан оқиға сол бір сәтте. Көзден бөлтілдеп, егіліп аққан жас тиылмайды. Үй ішіне айтуға сол жасты тиіп барып, тәуелсіздік алдық деген сөз әзер шықты. Бұл бір жүрегімді қанат қып ұшқандай әсерде болды. Сонымен қоса қиыншылықтар да келді. Бірақ қазақ ұлты оған дайын болды. Қазақтың рухани тәуелсіздігіне жазушылардың еңбегі ерен. 1986-1991 жылғы аралықтағы жазушылардың жанкешті әрекеттері, азаматтық, қоғамдық қорлар құру, желтоқсан оқиғасына байланысты, арал, қазақ тіліне байланысты, осының барлығының астарында ұлттық тәуелсіздік идеясы жатқан болады. Өнер адамдарына, ақын жазушыларға ерекше міндет жүктеді. Рухани тәуелсіздік мәселесіне архив деректер арқылы ден қойды. Қилы заманындағы ұлт азаттық көтерілісі, Кенесары бұзылған бесік атты Кенесарының көтерілісі, Алтын Орда дәуіріндегі рух идеологиясы, бұл менің негізгі тақырып. Қазақ халқы өз болғалы, бүкіл жан таласты, жан кешті, жан алып, жан берген күрестерінің барлығы да осы тәуелсіздік үшін болған.